Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 2026 жылдың 3 сәуірдің 35 номерінде қала келбетін көркейту баршаға ортақ іс мақаласы жарық көрді. Облыс орталығында аумақты абаттандыру және ғимараттардың сыртын бірыңғай дизайн-код үлгісіне сәйкестендіру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Өткен ғасырдың лебі есетін безендірумен қош айтысатын уақыт келді. Түр-тұлпаты ескірген нысандарды жаңартып, заманауи нақышпен айшықтай түсу керек. Қала келбетін көркейту бәрімізге ортақ іс. Абаттандыру қағидасын бұзғандарға айыппұл салынады. 2023 жылғы қарашада Қостанай қаласында бірыңғай дизайн-код бекітілді. Бұл дегеніміз ғимараттарды безендірілудің, аумақты абаттандырудың және сыртқы жарнама құрылымдарын орналастырудың қалаға тән ортақ үлгісі бар екенін меңзейді. Меншік иелері бір ізділік тәртібін сақтауы тиіс. Тәртіп бәріне ортақ. Ғимараттың сырты қаланың сұлулығына сән қосып, тұрғындарға қолайлы болғаны жөн. Қазір аталған дизайн-код үлгісінің талаптарына сәйкес бірқатар мекемелер ғимаратының сыртын әрлеп, сәндеп, әдемілеп қойды. Қалада соңғы жылдары көп қабатты тұрғын үйлерді бюджет қаражаты есебінен жөндеу жұмыстары белсенді атқарыла бастады. Бірыңғай үлгі жобасының аясында бірқатар үйлердің қасбеттері жаңаша кейіпке енді. 2019-2025 жылдар аралығында 180 көп қабатты тұрғын үй жөнделген. Соның ішінде 77 үй күрделі жөнделіп, 103 үйге ұсақ-түйек қалпына келтіру жұмыстары жасалыпты. Баймағамбетов 164, Майлин 41 және 43, Дашанов 130-А және 130-Б мекен жайындағы үйлер мен бизнес субъекттері өздеріне тиесілі ғимараттардың сыртын бірыңғай сәулет стиліне сәйкестендірді. Тұрғын үйлердің эстетикалық келбетін жақсарту биыл да жалғаса бермек. Қостанайдағы көптеген ғимараттардың сырты кешкісін жарқырап, айналаға әдемі көрініс сыйлайды. Бұл да қала билігінің соңғы жылдары қолға алған сәтті бастамасы. Былтыр көшелерді жарықтандыру деңгейі 95%-ке жетті. Ескі шамдар жаңа жарық диодты шамдарға ауыстырылды. LED шамдар әлдеқайда жарық әрі ұзаққа шыдайды. Электр қуатын да азырақ қажет етеді. Қаланың түнде де самаладай жарық болып тұруы ең алдымен тұрғындардың қауіпсіздігі үшін қажет. Заманауи жарықтандыру жүйесі шаһардың көркем келбетін қалыптастырып, сәулет туындыларын айшықтай түседі.